Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Калима таиба. Екінші хадис. Абу Бакр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен атамдың бір туғанына Абу Талибке ал өлім алдында жатқан кезде сұныштаған келмені ким қабыл алса, ал келме анын тозықтан құтылуысына себеп болады деді. Ахмадтың мұснады. Абу Бакр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам мен атамдың бір туғанына Абу Талибке ал өлім алдында жатқан кезде сұныштаған келмені ким қабыл алса, ал келме анын тозықтан құтылуысына себеп болады деді. Ахмадтың мұснады. Абу Бакр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам мен атамдың бір туғанына Абу Талибке ал өлім алдында жатқан кезде сұныштаған келмені ким қабыл алса, ал келме анын тозықтан құтылуысына себеп болады деді. Ахмадтың мұснады.